Қайырлы күн, достар. Жүгері көпшілігіміздің сүйіп жейтін тағамымыз. Ол тек дәмді азық қана емес, денсаулыққа да пайдасы мол. Жүгеріні, яғни жас собықты үйде қалай дәмді етіп пісіруге болады? Бүгін жүгеріні 4 түрлі тәсілмен пісіретін боламыз. Әуелі жүгеріні сүтте пісіреміз. Қазанға 1 литрдей су құямыз, оның үстінен жарты литрдей сүт қосамыз. 3-4 жүгеріні алып, ортасынан бөлеміз, қазанымызға саламыз. Бір ас қасық тұз саламыз, 1 шай қасық қант қосамыз. Араластырып алып, қақпағын жабамыз. 20 минуттай қайнату керек. Содан соң қазанымыздың қақпағын ашып, піскен жүгерілерді тарелкаға саламыз. Осы күйінде дастарханға ұсынуға болады. Енді жүгеріні духовкада сарымсақпен зәйтүн майы қосып пісіретін боламыз. Ол үшін бізге 2 ас қасық зәйтүн майы, 2 сарымсақ тісі, 2 жүгері және тұз қажет. Ыдысты алып, 2 ас қасықтай зәйтүн майын құямыз, үстінен сарымсақты, аскөкті турап қосып, тұзды салып араластырып аламыз. Духовкаға арналған ыдысты алып, фольга төсеп, жүгерімізді қойып, бетіне дайындаған массамызды жағып шығамыз. Жүгерілерімізді жақсылап орап, қызып тұрған духовкада 20 минуттай пісіреміз. Келесі тәсіліміз жүгеріні буда пісіру. Мантаварканың қазанына су құйып қайнатамыз. 2 жүгеріні алып, арнайы ыдысқа салып, буда 20 минуттай пісіреміз. Дайын болған соң, алып ыдысқа салып, жүгерінің бетінен қалауымызша тұз себеміз. Сары майдан кішкене етіп кесіп алып, бетіне қойып шығамыз. Осы күйінде дастарханға ұсынсаңыз болады. 4-ші тәсілге көшпей тұрып, сіздерге жүгеріні қыста қалай сақтауға болатынын көрсетейін. Жүгерілерді қабығынан, шашағынан тазартып алып, контейнерге ретімен қойып шығыңыз. Қақпағын жауып, мұздатқышқа саласыз, қыста алып, қайнатып жей берсеңіз болады. Жүгері сол күйінде сақталады. Келесі тәсіліміз духовкада сары май мен бал қосып пісіру. Кішкене ыдысымызға 2 кубик сары майды кесіп саламыз, үстінен 1 шай қасық бал қосамыз. Екеуін араластырып аламыз. Духовкаға арналған ыдысқа фольга төсеп, жүгерілерімізге араласқан сары май мен балды жағамыз. Жақсылап жауып, қызып тұрған духовкада 20 минуттай пісіріп аламыз.
Міне достар, 4 түрлі тәсілмен пісірілген жүгерілеріміз дайын болды. Өте дәмді әрі хош иісті. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма жазылып лайк қоюды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман болыңыздар.